Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, дәмі тіл үйіретін Орео пирогының рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қамырымызға 82%-лық сары май, қопсытқыш, какао ұнтағы, қант және де жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын салып, араластырамыз. Сары майымызды салып, қамырымызды біркелкі етіп илейміз. Жұмыртқамызды саламыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Бізге салмасына Орео печеньялары, жұмыртқа, қаймақ, кукуруз крахмалы және де қант қажет. Ыдысымызға қаймағымызды, оның үстіне қантымызды салып, қант біраз ерігенше араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Кукуруз крахмалын салып, толықтай ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, формамызға орналастырамыз. Салмасына печеньяларымызды осылай үгітіп шығамыз, және де кез келген орех түрін қосып салсаңыздар, пирогымыз өте дәмді болып шығады. Енді біз салмамызға барлығын салып, араластырып, қамырымыздың үстіне құямыз. Пирогымызды 170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді болып шығатын Орео пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.